Алла тағала айтады: «Уаширухунна бил маруф». Әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болыңдар дейді. «Васан фаин карихтумухунна». Егер де әйелдеріңді жаңағыдай бір сүйкімсіз болып көрініп қалса, бір ұнатпай қалған жағдайларың болса, «Фааса ан такраху шайян ва яджалаллаху фихи хайран касира». Бәлкім саған ұнамай тұрған шығар дейді бұл әйелің қазір. Мүмкін физиологиясы ұнамай тұр саған. Өйткені сен интернетте басқа физиологияларды көріп қойдың. Сүйегі ұнамай тұрған шығар. Сен қанша көріп қойдың. Сен содан кейін басталды сенде ауру. Оған дейін жаның тыныш еді. Көрдіңіз ба? Сондықтан сен оған ұнамай жатса дейді ол саған. Сол саған ұнамай тұрса да Алла тағала сол әйел арқылы салған шығар дейді саған хайырды осы күнге дейін болып жатқан. Дәл осы әйелден осы балаларың бар сенің. Басқадан болғанда мұндай болмас еді дегендей. Дәл осы әйел келгеннен бері жұмысың жақсы жүріп отыр. Сен біл, мен саған сол әйелді таңдаған кезде ана бала мәселесі болсын, ақша мәселесі болсын, тағы бір жаныңның рухани нәрсе түгелін осының қасына қойғам дейді. Ал басқаның қасында оны таппас едің дегендей мағынада. Олай болса, күллі нәрсе сынақ. Көрдіңіз ғой. Сондықтан шын мәніндегі жаңағы шынайылық, тазалық, сұлулықтың бәрі жанда тұр. Алла тағала нақты айтты бәріміздің бетімізге. Мысалы пайғамбарымыз салам айтады: «Инналлаху ла янзуру иля суарикум ва ажсамикум». Андағы түрлеріңе, прическаларыңа, беттеріңе, суреттеріңе Алла тағала қарамайды дейді. Бітті. Көрдіңіз ба? Сондықтан пайғамбарымыз айнаға қарап тұрған болса: Алла, түрімді жақсы қылғаныңдай, жанымды да жақсы қылшы, мінезімді жақсы қылшы деген дейді ғой. Түрмен алданба. Оның барлығы адамдар баға беретін нәрсе ғой. Бірақ адамның бағасымен өтпейміз ғой біз бұл дүниеден. Біз Алланың бағасымен өтеміз ғой. Алланың бағасына қарай барамыз біз.